Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және оп-оңай жасалынатын 3 түрлі майонезбен салат жасайтын боламыз. Қонағыңызға ойланбастан жасай беріңіз, өте дәмді шығады. Дәл осы видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. 3 салатымызда 3 түрлі дәмімен ерекше. Бірінші салатымызды белене салаты деп қойдым. Өте әдемі және жақсы желінетін салаттардың бірі. Бізге керегі жұмыртқа, шұжық, өзіңізге ұнайтын түрін қолданасыз, тауықтың қайнатылған еті, капуста және қияр, яғни свежий қияр қажет болады. Жұмыртқаға шым-шым тұз салып, табамызды аздап қана майлаймыз. Жұмыртқаны жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша араластырамыз да табамызға құйып, омлет сияқты пісіріп алатын боламыз. Осылай теп-тегіс етіп, асты қызған соң екінші бетіне аударамыз. Дәл солай пісіріп аламыз да суығанын күтеміз. Яғни толық суы қажет. Ыстықтай кесілмейді. Ыстықтай кеспеңіздер. Толық суығанын күтеміз. Осы уақыт аралығында басқа заттарымызды тураймыз. Шұжық барлығын осылай соломка етіп, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай турап аламыз. Қиярды да дәл солай төс етін, капустаны қатты ірі етіп турап жібермеңіздер. Ұзын-ұзынша етіп, майдалап барынша тураймыз. Ыдысымызға салған соң қолымызбен бір-екі рет мыжып жіберіңіздер, кішкене жұмсару үшін. Капустаның өзін ғана осылай мыжып жібереміз. Төс етінде дәл солай ұзыншалап турап аламыз. Сосын жұмыртқаны тураймыз. Біздің суыған жұмыртқаны міндетті түрде турап барлығын қосып. Салат осы жұмыртқаны осылай қуырып алғанымен, капустамен, барлық заттардың бір-біріне үйлесімділігімен өте дәмді болады. Ойланбастан жасай беріңіздер. Барлығын салып, сосын салатымызға жүгері қосамыз. Мен енді бір ыдыс шығатындай, бір тарелка шығатындай жасап жатырмын. Өзіңіз қонағыңызға көбейтіп жасай бересіз. Майонез, кішігірім ғана менің осы мөлшеріне кішігірім ғана бір тіс чеснокты майдалап қостым. Егер болып жатса, міндетті емес, аздап қана укроп қоссаңыздар болады. Барлығын араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Майонезден өзіңіздің қалауыңызша, егер көп қаласаңыз, немесе аз деген сияқты барлығын толық араластырып алып, ыдысымызға сәндеп қоямыз. Қалай сәнде өзіңіздің қалауларыңызша. Салатын есікті астына қойып, әдемілеп қойсаңыздар да әдемі болады. Негізі сыр міндетті емес, тек қана үстіне осылай әдемі болып тұру үшін ғана сырды үкіштен өткізіп қойып жатырмын. Міне біздің бірінші салатымыз дайын, ал енді екінші салаттың атын қалай қоярымды білмей, тойымды салат деп қойдым. Бұл да өте дәмді, бір-біріне үйлесімді салаттардың бірі. Бізге керегі қайнатылған сиыр еті, қайнатылған жұмыртқа және қияр свежий. Барлығын соломка етіп турап аламыз. Сиыр еті, міндетті түрде сиыр еті болуы керек. Және жұмыртқа барлығын турап алдық. Сосын консервадағы жүгері. Міне көріп тұрсыздар, өте оңай жасалынады. Және жақсы, бір-біріне жақсы дәм береді. Картофельный пайдың менің YouTube каналымда жасалуы бар. Төменге ссылка қалдырып кетемін. Сосын майонез, ет болғандықтан шым-шым ғана тұз қосамын. Мендегі құрам 2 тарелка шығатын, 2 ыдыс шығатын құрамға жасап жатырмын. Қалауларыңыз бойынша көбейтіп жасай бересіздер. Тек бір-біріне мөлшері сай келсе жеткілікті. Бетіне сәндік үшін осылай картофельный паймен әдемілеп қойдым. Қалауыңызша сәндеп бересіз. Ал енді үшінші салат нежный салат деп айтылады. Атына сай өте нәзік, нежный салат. Дастарханыңызға да әдемі көрінеді. Ойланбастан жасауға кеңес беремін. Міне өте дәмді, оп-оңай жасалмады. Видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар. Бізге керегі қайнатылған картоп, сәбіз, жұмыртқа және тұздалған қияр, яғни соленые огурцы,
тауықтың еті қажет болады. Барлығын солонка етіп майдалап сосын турап аласыздар. Тауықтың етін майдалап турадым, және үстіне шым тұз саламыз да, майонез салып, менде қасықпен салғанға бір ыңғайсыздау болды, сосын кондитерский мешокқа құйып алдым. Негізі жай пакеттегі майонездер болса, бір шетінен тесіп жасай бересіздер. Менде ондай емес, шелектегі майонез болғандықтан осылай кондитерский мешокқа құйып, бірінші қабатына сол жұмыртқа, шым тұз салып, майонез салынды. Сосын майдалап туралған соленый огурцы, оның үстіне тұз салмаймыз. Сосын тағы да майонез, сосын сәбіз, шым тұз, тағы да майонез. Оның сыртынан картоп, үстінен картопты да дәл солай, үстінен шым тұз, майонез саламыз. Келесі қабатта бізде туралған жұмыртқа. Тағы да майонез. Ең соңғы қабатында бізге өзіңізге ұнайтын сырды үкіштен өткізіп қосамыз, осындай майдалау бөлігінен. Кез келген қаттылау сырлар жарайды, жұмсақ болса үкіштен өткізу бір қиындау болады. Көбінесе мен комо сырларын қолданамын. Міне біздің салатымызды қаптадық сыртын сырмен, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үшеуі де 3 түрлі ерекше дәмді салаттар. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Умида. Астарыңыз дәмді болсын.